Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі біздің өтетін жаңа сабағымыздың тақырыбы Нұр-Сұлтан, Қазақстанның астанасы. Елорданы Алматыдан Ақмолаға ауыстыру туралы шешімді Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі 1994 жылы 6 шілдеде қабылдады. Астананы ресми көшіру 1997 жылғы 10 желтоқсанда жүзеге асты. Президенттің 1998 жылғы 6 мамырдағы жарлығымен Ақмоланың атауы Астана болып өзгертілді. Жаңа Астананың халықаралық тұсаукесері 1998 жылғы 10 маусымда өтті. 1999 жылы Астана ЮНЕСКО шешімімен әлем қаласы атағын алды. Ал 2019 жылы 23 наурыз айында Қазақстанның жаңа президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен Астана қаласы тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың құрметіне Нұр-Сұлтан деп аталды. Көптеген композиторлар Астанаға арнап әндер жазды. Солардың бірі Марат Омаров. Марат Омаров Түркістан облысы Созақ ауданында дүниеге келген әнші, композитор, халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты, Қазақстан композиторлар одағының мүшесі, Лос-Анджелес қаласында Файдов әлемдік композиторлар ассоциациясына мүше болып қабылданды. Ол балаларға арнап Анашым, Әке арманы, Әнші балапан, Наурыз, Арман қала Астана сияқты керемет, әдемі, маңызы зор әндерді жазды. Сол әндердің бірі Арман қала Астана әнін бүгінгі сабақта әндетеміз. Атырауда, Алатауда, көш қонды қар өткелге, дала салған, жайнайды Астана ру, алқасырдай, ғажайып ғимараттар, жаңа салған. Қазіргі орындалған әнімізде кейбір сөздер бірінен соң бірі қайталанып отырды. Музыкада оны канон деп атаймыз. Канон өзгертілмейтін дәстүрлі ережелер жиынтығы. Егер ереже түсінікті болса, келесі кезекті тыңдалымға берейік. Еліміздің белгілі күйші композиторы, көшпенділер, қоңыр, бөбегім атты күйлердің авторы Төлепберген Тоғжановтың шабыт күйін тыңдаймыз.
Сабақты қорытындылай келе мына сұрақтарға жауап табамыз. Арман қала Астана әні қалай орындалады? Орындағанда қандай қиындықтарға тап болдың? Төлепберген Тоғжановтың шабыт күйін тыңдағанда қандай әсер алдың? Дархан дала әнінің қайырмасын канон түрінде қалай айттың? Өткен сабақта үйренген Дархан дала әнінің қайырмасын канон түрінде қалай айттың? Балалар, осы сұрақтардың жауабын дәптерге түсіреміз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау, саламат болыңдар.